Баршаңызға сәлем. Бүгін біз лаваштан жасалған пицца дайындайтын боламыз. Ол пицца 3 минутта дайындалады және өте дәмді. Жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліңіздер және де менің Instagram парақшама тіркеліңіздер. Дана лаваш керек болады. Бізге осындай дөңгелек лаваш керек болады. Тапаның көлемінде қылып лавашымызды кесіп аламыз. Мінекей мен тапаның көлемінде қылып лавашымды кесіп алдым. Тапамызға лавашымызды саламыз. Лавашымызға сырды саламыз. Енді біз екінші лавашымызды қоямыз. Бізге кетчуп керек болады. Кетчуппен бетін жағамыз. Енді біз сырымызды саламыз. Бізге қызанақ керек болады. Қызанағымызды дәл видеодағыдай саламыз. Осында құрғақ тапада піседі. Ешқандай май керек емес. Жаңағыдай қақпағын жауып 3 минутта пісіреміз. Мінекей біздің пиццамыз пісті. Өте дәмді болды. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп және де лайк басыңыздар. Менің Instagram парақшама тіркеліңіздер. Ас болсын.